Кімге не керек? Біз бүгін әр мамандық иелеріне не қажет екендігін білетін боламыз. Бұл медбике. Медбикеге мына заттардың ішінен қайсысы көбірек керек? Ол қайсысымен көбірек жұмыс жасайды? Дәрілер салынған қорапша, тақта, пышақ пен тақтайша, сурет салуға арналған құралдар, нота, шаш спиралағыш. Әрине, медбикеге дәрілер салынған қорап керек. Бұл мұғалім. Мұғалімге мына заттардың қайсысы керек? Ол қайсысымен көбірек жұмыс жасайды? Дәрілер салынған қорапша, тақта, пышақ пен тақтайша, кірпіш пен қалақша, нота, шаш спиралағыш. Әрине, мұғалімге тақта керек. Ол оған жазу арқылы балаларға түсіндіреді. Бұл құрылысшы. Құрылысшыға мына заттардың қайсысы керек? Ол қайсысымен көбірек жұмыс жасайды? Дәрілер салынған қорапша, тақта, пышақ пен тақтайша, кірпіш және қалақша, нота, шаш спиралағыш. Әрине, құрылысшыға кірпіш пен өзінің қалақшасы керек. Бұл тігінші. Тігіншіге мына заттардың қайсысы керек? Ол қайсысымен көбірек жұмыс жасайды? Тігінші бізге ақша береді. Тігін машинасы, пышақ және тақтайша, кірпіш және қалақша, нота, шаш спиралағыш. Әрине, тігіншіге өзінің тігін машинасы керек. Бұл аспазшы. Аспазшыға мына заттардың қайсысы керек? Ол қайсысымен көбірек жұмыс жасайды? Аспазшы бізге ақша береді. Тігін машинасы, пышақ және тақтайша, кірпіш және қалақша, нота, шаш спиралағыш. Әрине, аспазшыға өзінің пышағы мен тақтайшасы керек. Бұл шаш тарасшы. Оған бұл заттардың қайсысы керек? Ол қайсысымен көбірек жұмыс жасайды? Шаш тарасшы бізге ақша береді. Тігін машинасы, пышақ және тақтайша, кірпіш және қалақша, нота, шаш спиралағыш. Әрине, шаш тарасшы біздің шашымызды әдемілеп беру үшін оған шаш спиралағыш керек. Бұл әнші. Әншіге мына заттардың қайсысы керек? Ол қайсысымен көбірек жұмыс жасайды? Әнші бізге ақша береді. Тігін машинасы, пышақ және тақтайша, кірпіш және қалақша, нота, шаш спиралағыш. Әрине, әншіге ән айту үшін нота керек. Бұл суретші. Суретшіге мына заттардың қайсысы керек? Ол қайсысымен көбірек жұмыс жасайды? Суретші бізге ақша береді. Сурет салатын құралдар, пышақ және тақтайша, дәрілер салынған қорапша, нота, шаш спиралағыш. Әрине, суретшіге өзінің сурет салатын құралдары керек. Бұл есепші. Есепші мына заттардың қайсысымен көбірек жұмыс жасайды? Есепші бізге ақша береді. Сурет салатын құралдар, пышақ және тақтайша, дәрілер салынған қорапша, нота, шаш спиралағыш. Әрине, есепші ақшамен жұмыс жасайды. Ол осы мамандық иелерінің бәріне ақшасын есептеп беретін адам.